Мама Қазақстаннан келгенде менің тапсырысым бойынша 2 қорап альбени алып келетін болған. Бүгін қараңыздар, сол 2 қорап альбенидің соңғысын жеп жатырмын. Болды, мынадан кейін альбени жоқ. Мен жақсы көрем альбени. Сникерс, Твикс дегендерге қарағанда альбени қатты ұнайды маған. Ал ақшта альбени жоқ. Сол достар, мынау міне соңғы альбени. Рахаттанып тұрып жеймін ғой деймін соңғысын. Жарайды, 18 минут қалды. 18 минуттан кейін қазір біз кезекті локацияда боламыз. Netflix-тің офисі осы жақта сияқты. Себебі Netflix деп жүрді, және қараңыздар. Ташрек деген кино шығайын деп жатыр, Гал Гадот түсетін. Голливудта жүрміз, бұл жақта бірнеше киностудия бар. Жаңағы Netflix, сосын тағы да басқа. Бірінші локацияға келіп қалдық. Осы көшелердің арасымен қазір кетіп бара жатқанда оң жақта үй болу керек. Дайынсыздар ма? Ал кеттік. Алғашқы локация. Ужас сүйер қауым бар ма? Ужас сүйер қауым және де менің жылдарымда туылған, яғни 90 жылдар немесе 80 жылдар туылған адам болса, бұл үйді міндетті түрде білу керек. Себебі бұл үй, қазір көресіздер, бірінші көрсетейін, түсіруге болмайтын сияқты. Міне қараңыздар, алдыңызда тұрған үй. Бұл «Кошмар на улице Вязов» фильмінде түсірілген үй. Міне, дәл осы үйде «Кошмар на улице Вязов» фильмі түсірілген, басты кейіпкердің үйі болған. Міне көз алдарыңызда тұр. Частная собственность, жеке меншік, кіруге болмайды деп жазып қойған. Міне қараңыздар, сырты осындай. 14-28 фильмда есімде жоқ қандай болғаны, бірақ дәл осы үйде түсірілген «Кошмар на улице Вязов». Ол менің сүйікті ужастиктарымның бірі. Фредди Крюгер, естеріңізде ма? Дәл осы жерде түсірілген. Қызық екен. Кеттік ары қарай. Өкінішке орай ішіне кіруге болмайды, сондықтан мен тек сыртынан түсірдім. Дәл қазір кетіп бара жатырмын. Қазір тағы да қасынан өтеміз. Міне. Мынау үй. Дым көрінбейді ғой естерге бәрібір. Кеттік ары қарай. Келесі локацияға 5 минуттық жерде тағы да бір локация бар. Оны мен өзім көрмеген, бірақ та көрген адамдар бар деп есептеймін. Бар деп санаймын, бар деп білемін. Себебі маған бір-екі адам жазған. Ол деген Люцифер. Ана жақта қараңыздар. Әдемі, тауларда орналасқан үйлер. Ол деген Люцифер деген сериал бар. Сол сериалда жаңағы басты кейіпкер тұрған гостиница ма, сондай бір нәрсе. Әйтеуір мен Google'дан іздеп тауып алдым. Егер біліп жатсаңыз, айтарсыздар, жарай ма, келістік па? Мынау дәл алдарыңызда тұрған Love Factory деген орталық, осы жерде стендаптар өтеді. Біз бұл жаққа келген болатынбыз, Айдына екеуміз бір рет келгенбіз. Жаңадан бастатқан стендаперлар көбінде осы жерде выступать етеді, осы жақта шығады. Оған қоса белгілі стендаперлар да осы жаққа келіп тұрады. Міне мысалға бүгін Эрик Шварц болады дейді. Тұрған көріп тұрсыздар ма? Эрик Шварц және тағы да жаңа біреуді көрсетіп тұрды. Міне Тахир Мур деген біреу болады екен. Негізінде дәл осы жерден біраз стендаперлар шыққан. Адам Сэндлер осы жерден шыққан, шатаспасам осы жақта кезінде выступать еткен. Сосын ар жаққа суреттерін салып қойған көп стендаперлар өте. Сосын кім анау Крис актер бар ғой, қара, бой кішкентай. Кім Уилл Смит бетінен шарқ еткізген. Крис Рок осы жақтан шыққан. Және тағы басқалары. Ал біз бара жатқан жер, айтпадым мен сіздерге жаңа Люцифер деген сериал, айттым сіздерге, менің есте сақтау қабілетім кәдімгідей. Мына көріністі қараңыздаршы. Камерадан қалай көрініп тұрғанын айтыңыздаршы, себебі көзбен қарағанда әдемі өте. Келдік достар, келесі жаңағы айтып атқан локациям, ол Люцифер фильмінде түсірілген басты кейіпкердің үйі дейді. Міне дәл осы гостиницада. Осындай ма сыртта, кім білет, осындай емес па? Шын өмірде бұл гостиница Sunset Tower Hotel деп аталады. Міне қараңыздар. Егер біліп жатсаңыз, айтыңыз, сол емес деп. Себебі мен Google'дан алдым ақпаратты, мүмкін өтірік болуы мүмкін. Кім көргендер бар болса, Люциферді жазып кетіңіздер астына. Негізі шыны керек ыңғайсыз екен.
жүріп біреудің үйлерін түсіріп жүргенше білмейсің да енді біреулерінде мүмкін адам тұрады. Міне мысалға мен дәл қазір келген 19-828-822 келесі үй екен. Дәл сол үйде мысалға көліктер тұр да. Енді ол демек біреудің үйі. Және сол үйге келіп түсірген бір түрлі екен, ыңғайсыз екен. Енді адамдар әртүрлі болды, біреулер қарсы емес, біреулер қарсы деген сияқты да. Мен келдім, міне қараңыздар, мынау үй емес, осының қасындағы ар жағында тұрған үй. Таныдыңыздар ма, танымадыңыздар ма, сыртына қарасам, міне мотоцикл тұр. Ол кімнің мотоциклі десеңіздер? Ол Джон Коннордың мотоциклі. Дәл осы қалаға келу үшін мен деген 1 сағат кептеліспен жүріп қайттым. Жолда кетіп бара жатып бензин құйдым, қараңыздар. Бензин емес, бұл мен алған сусынның ақшасы. Шамамен $5 2 сусын алдым. Міне достар, қараңыздар, 19-828 деген бұл әйгілі Терминатор 2 фильмінде түскен үй. Бұл жақта дәл осы жерде Джон Коннор тұратын басты кейіпкердің бірі, білесіз ба? Терминатор құтқаруға келген Джон Коннор дәл осы менің артымда тұрған үйде тұрды. Алдында қазір 3 көлік тұр. Соның біреу Джон Коннордікі, екінші мен үшіншісі өгей әке-шешесінікі десең. Сосын осы жерде ит болатын еді ғой, итті өлтіріп кетеді ғой. Естеріңізде ме, ол мүмкін үйдің артында. Сол біреудің үйі. Дәл қазір бұл жақта біреу тұрады. Дәл осы үйден шығатты Джон Коннор өзінің мопедімен, немесе мотоциклмен осы көшемен ары қарай деп кетеді ғой банкоматқа, естеріңізде ме? Көшеде кетіп бара жатып тағы да көріп қалдым. Қараңыздар, сыртқа міне мынандай орындық пен мынандай кресло-качалка шығып қойған. Кішкене нашарлау екен жағдайы. Мына жағы шығып жатыр. Мынау орындық былай жақсы сияқты. Қараңыздар. Осылай сыртқа шығарып қойған. Ала берсең болады. Бірақ біз бұны алмаймыз ба, әлде аламыз ба? Қалай ойлайсыздар? Комментқа жазып жіберіңіздер, алайын ба, алмайын ба? Деген әзілден қойсыздар. Комментке жазғаннан кейін ол монтаждан кейін шығады ғой, ол кезде мен қайтып келмеймін ғой бұған. Достар, голливудтық кинолар түсірілген жерлерді зерттеуді жалғастырамыз. Дәл қазір біз North Hills деген қалада жүрміз. Бұл жақта әйгілі легендарный менің ең сүйікті фильмдерімнің бірі Терминатор 2 фильмі түсірілген сахна. Естеріңізде ма, кім Джон Коннор мотоциклмен қашып жидкий металл артынан қуалайды ғой. Дәл осы каналда, дәл осы жерде түсірілген. Осы каналмен жүрген, мына жақтан білесіздер ма, КамАЗбен келіп, секіріп, КамАЗбен төменге каналға қарай түседі ғой, жидкий металл. Тіпті ана жазуы қалған, қараңыздар, Хайвенхерст деген, Авеню деген. Ал кім Шварценеггерге келетін болсақ, Терминаторға дәл осы жерге ол келетті. Наны тақ еткізіп атып, ары қарай кіріп, осы жолмен жүріп, кімнің Джон Коннордың артынан секіреді каналға. Естеріңізде ме, сөйтіп қолын алға өзінің мотоцикліне отырғызып алады. Міне, осы жерде түсірілген Терминатор 2 фильмнің сахнасы. Қалай? Осы каналмен жүрген, сосын осы каналдың осындай бір көпірдің астында соғылып, КамАЗы үсті түсіп, сосын жарылады ғой, естеріңізде болмаса. Ал мына жерге 2 теледидар шығарып қойыпты. Бірақ та бұл сынық теледидар екен, өкінішке орай, міне мына жағы. Реквизит ретінде қолдануға болады жайдарманда. Міне бірінші теледидар, мына артын ашып тастапты. Екінші теледидар. Біреу Samsung, біреуі LG. Кімге керек теледидар, келіңіздер. Терминатор түсірілген сахнаның локацияның қасында тұр десең. Фильм кезінде бұл каналда ешқандай су болмаған, дәл қазір кішкене су ағып тұр, қараңыздар. Міне, бұл канал қай жаққа дейін баратын білмеймін. Бірақ естігенім бар, ол неге дейін барады? Весновкаға дейін барады десең, Алматыдағы. Есентайдың жанымен өтеді десең. Монтаждың құдіреті деймін да, достар. Сіздер қазір көріп отқанда бүйтіп кесілген көріп отырсыздар ғой. Мысалға мен бір жерден тұрып екінші жерден шыға салам деген сияқты да. Мысалға Кошмар на улице Вязовтың үйінен тұрып Терминатордың үйінен шыға салам деген сияқты. Әйтпесе мен деген
күні бойы қаланы аралап жүрмін ғой, бүкіл Лос-Анджелестің жанын. Шамамен қазіргінің өзінде шамамен бір 2,5-3 сағатым кетіп қалды менің. Әлі тағы да алдыда баратын 2-3 локация бар, соның бәрін қосқанда білмеймін ғой енді 5-6 сағатым кететін шығар. Барлығы сіздер үшін достар, сондықтан бағалап, лайк басып, комменттеріңізді жазып, әңгіме дүкен құрып отырайық. Қараңыздар. Не отыр мынау үйін алды. Ал біз келесі локацияға жақындап қалдық. Міне 1 минут қалды. Ол деген бұл да культовый кино десе болады. Трилогия 3 бөлімі бар, шатаспасам. Не «Назад в будущее» деген кино естідіңіздер ма? Сол фильмдегі кейіпкердің үйі 9303 дейді. 9303 дейді. Бұл үйде біреу тұра ма? Мынау үй болса, үйінде ешкім тұрмайтын сияқты. Қазір достар, мен көлігімді қойып алайын тұраққа. Міне мынандай стол тастап кеткен, мынау нормальный стол сияқты. Жағдайы жақсы, тек шам баспаған, оны алып кетсе болады. Қазір алып кетеміз. Унитаз кімге керек? Мына жақта унитаз бар тіпті. Қараңыздар. Біреу унитаз тастап кеткен. Қатты қысылып баратсаңыз, осы унитазға келсе болады десең. Нақ тұрған. Ой, офисный столды алдым. Қазір көлікке салып жатырмын. Дәл осы столды алып, негізі жап-жақсы несі. Жағдайы қараңыздар. Ешқандай сынған шеңкеш жоқ, сырылған шеңкеш жоқ. Тек шам болды, шаны сүрт жүрсе болды. Шаны және былай сүрт жүрміз үстінен өтірік. Бірақ та болады алып кетуге. Көліктің артына салып алдым, міне тұр, әлі орын бар, Lexus деген негізінде рахат достар. Бірақ та айтайын деген ол емес. Дәл қазір міне мен тұрған, мынау көріп тұрсыздар ма, көріп тұрған жоқсыздар ма? Бұл «Назад в будущее» фильмдегі Марти Макфлайдың үйі. Тіпті артындағы екі столпқа дейін бар. Бірақ үйдің алдында, тағы да айтайын, үйдің алдында көліктер тұр. Демек, ол біреудің үйі, сондықтан түсірген ыңғайсыз. Мен өтіп бара жатып түсіремін сіздерге. Мына көлікті қараңыздар, сондай биік. Міне ту іліп қойған. Қараңыздар. Міне дәл осы үйде «Назад в будущее» фильмі түсірілген. Сіздерге білдіртпей түсіріп көруге тырысам. Қалай, көрдіңіздер ма? Көрмедіңіздер ма? Үйдің ішінде жарық жанып тұрды. Соған қарағанда үйде біреу бар сияқты. Сондықтан мен көп түсірмедім. Шыпатаң еткіздік та келесі локацияға келдік. Сіздер үшін ол 1 секунд болса, мен үшін ол 15 минут болды. Міне қараңыздар. Дәл осы больницада, бұл да «Терминатор 2» фильмінің локациясы. Дәл осы больницада Сара Коннор жатқан болатын. Дәл осы больницадан Сара Коннорды келіп Шварценеггер Терминатор құтқарған болатын. Міне қараңыздар. Менің ойымша жаңағы кіретін жағы бар ғой, күзетшіні атып, ол басқа жерінде түсірілген сияқты, мүмкін ар жағында, бірақ та мына жақта кіретін жағы кішкене басқалай екен. Қараңыздар, сыртта мынандай жәшіктер қойып қойған. Бұл деген киімдеріңізді қайырымдылыққа берсеңіз болады. Дәл осы жәшікшеге тастайсыз киіміңізді. Оны адамдар алып, реттеп, жұмысшылар арнайы сөйтіп қайырымдылыққа береді. Достар, мына жерге бір қарап қай жер екенін айта аласыздар ма? Мен айтайын, айта алмайсыздар. Себебі дәл осы жерде «Терминатор 2» фильміндегі ең басындағы сцена бар ғой. Терминатор келіп барды біреудің киімдерін мотоциклін алып алады ғой. Сол осы жерде түсірілген. Бұрын бұл жерде сол бар тұрған Коралл деп аталады екен.
бірақ ол барды сносить етіп тастап, ол барды алып тастап, орнына кітапхана салып қойыпты. Міне, Lake View деген кітапхана. Бірақ осы жерде бұрын бар тұрды. Осы жерде Терминатор түсірілді. Өкінішке орай, енді фильм қай 92 жыл шықты ма шатаспасам, содан бері 31 жыл болды. Содан енді кейбір локациялар солай жоқ болып кетіп жатады өкінішке орай. Сол, бірақ та осы жерде міне түсірілген. Ай, осы соңғы локация болатын сияқты достар, себебі қараңыздар, қараңғы батып кетті. Дәл қазір мен Пасадина деген қаладамын. Бұл жақта, бұны да Google'дан тауып алдым. 90 жылдары шыққан Отец невесты деген кинода түсірілген үй бар дейді. Сол үйді көрем десеңіздер, менімен бірге болыңыздар десең. Ішінде адамдар бар екен. Қараңыздар, шеттер жанып тұр. Міне, көрініп тұр ма? Екінші қабатын қарасаңыздар, мысықтың көздерін жасап қойған ғой. Көп түстір ма? Міне. Дәл осы үйде Отец невесты деген фильм түсірілген. Мен ол фильмді көрмеппін. Көрген адам болса айтыңыздар. Мен көрініп тұрмын ба? Міне. Міне осы үйде. Бүгіндікке болды деп ойлаймын, себебі қараңғы батып кетті, дым көрінбейді, қараңыздар. Қазір барып бірінші түсіргеннен ешқандай пайда жоқ. Сондықтан осы достар, барлық осы трипқа менде шамамен 5 сағаттай уақыт кетті. Сондықтан менің уақытымды бағалап, лайк басып, коммент жазып кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді достар. Сол, жақсы онда менімен бірге болыңыздар, алда тағы да қызықты влогтар шығарамын деген үміттемін. Жақсы достар, сау болыңыздар.